Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Анара Қайрат, және бұл Easy ағылшын. Сіз ағылшын тілін үйренуді кейінге қалдырып жүрген болсаңыз, міне, сіздерде бүгін мүмкіндік. Бүгіннен бастап менімен бірге ағылшын тілін үйреніңіздер. Сабақтар бастауыш деңгейден басталады, және біздің бүгінгі тақырып жіктеу есімдіктері, яғни мен, сен, ол, олар, сендер және тағы басқалары. Неге бұл тақырыптан бастадық? Себебі бұл сөздер өте көп қолданылады. Сол себепті осы тақырыптан бастауды жөн көрдім. Бірінші сөз I. Сенімдімін, көп адам бұл сөздің аудармасын біледі. Яғни мен. I. Байқасаңыздар, I сөзі сөйлемнің ортасында немесе басында қай жерде келсе де бас әріппен жазылады. Яғни үлкен әріппен жазасыздар әрқашан. Екінші сөз you. Бұның қазақ тілінде 4 аудармасы бар. Сен, сендер, сіз, сіздер барлығын you деп аударамыз. Оңай ма? Келесі he. Ол. Яғни бұл жігітке, ұлға айтылатын ол сөзі. He. She. Бұның да аудармасы ол, бірақ қызға айтылады. She. Бұл екі сөзді жаттаудың оңай бір жолы бар. Ол 2 әріп, he 2 әріп, she 3 әріп, қыз 3 әріп. Осылай жаттап алсаңыздар болады. Келесі сөз it. Көбінесе еститінім it деп айтады. Қазақша it емес ол. Ағылшынша it. Кішкене и емес, и мен и әріпінің ортасындағы сөз. Әріп. It. Бұның да аудармасы ол, бірақ бұл жануарларға және заттарға қолданылады. It. Келесі сөз we. Аудармасы біз. Және бүгінгі соңғы сөз they. Осы сөзді айтудың біраз кішкене ерекшелігі бар, яғни біздің қазақ тілдегі з әріпі емес ол. Кішкене з әріпін сақауланып, тілімізді алға шығарып айтып көрейік. З. Енді сөздің өзі they. Олар. Яғни жаңағы қыз, ол, жануар деген he, she, it сөзін көпше түрде жалпы they деп айтамыз. Кәне, тағы бір қайталап шығайық. I. You. He. She. It. We. They. Өзімізді тексеріп көрейік. Ол ұл балаға қалай айтамыз? Ол деп ұл балаға қалай айтамыз? He. Мен. I. Олар. They. Қыз балаға ол. She. Сен, сендер, сіздер. You. Жануар мен заттарға ол. It. Біз. We. Болды. Осы есімдіктерді жаттаңыздар. Келесі сабақта сөйлем құрауды үйренеміз.